Аш қарынға жылы су ішудің пайдасы. Таңертең тамақтан бұрын аш қарынға жылы су ішкен дұрыс. Ұйқыда жатқан ағзаны оятып, асқазан жұмысын тамақ қорытуға дайындауға жақсы әсер етеді. Аш қарынға су ішудің бұдан да қандай пайдалары бар, соны қарастырып көрейік. Ең алдымен ағзаны тазалайды. Адам ағзасы түнде өз-өзін қалпына келтіріп, токсиндерді сыртқа шығарады. Ал таңертең аш қарынға су ішкен кезде ағзаның өзін-өзі тазалау процесін белсенді жүргізуге көмегін тигізеді. Зат алмасым жақсарады. Су адам ағзасында зат алмасудың тез жүруіне әсер етеді. Асқазандағы қыжылды басады. Асқазанда қышқыл көбейсе, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Ал аш қарынға жылы су іше отыр, асқазан қышқылын реттеп, қыжылды басуға болады. Беттің терісін жақсартады. Ағзада су жетіспесе, бетте әжім, денеде тыртық көбеюі мүмкін. Таңертең аш қарынға ішілген 1 стақан су терінің жұмсаруына жақсы әсер береді. Шаш өсіреді. Шаштың 4-тен 1 бөлігі судан тұрады. Егер ағзада сұйықтық жетпесе, шаш жұқарып, соңы түсуге әкелуі мүмкін. Неміс дәрігерлерінің айтуынша, аш қарынға ішкен судың пайдасы күндізгі ішкен судан әлде қайда пайдалы. Әсіресе шаштың өсуіне жағымды әсер етпек.